Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тәтті бір жасағаннан шығатын жұмсақ булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Салмасын өз қалауларыңызша алмастыруларыңызға болады. Мысалға, мен сияқты шоколад, немесе джем, немесе қоюлатылған сүт қоссаңыздар да болады. Ең алдымен бізге үстімізді ыдысымызға құйып, үстінен 2-3 ас қасық қантымызды қосамыз. Егер тым тәтті болмасын десеңіздер, қантын азайтып көбейтулеріңізге болады. Үстінен 1 ас қасық ашытқымызды салып, үстінен сұйық майымызды, тұзымызды және ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғасын 1-1,5 сағатқа қойып, бетін жауып, жылы жерге қойып, ашытып аламыз. Менің қамырым 1,5 сағаттай тұрды. Осылай қолымызбен алып, жұмсартып, қолымызбен жайып, осылай бетіне ерітілген сары майымызды жағып, екі шетін ішке қарай бүктеп, конверт жасаймыз. Және де осы қамырымызды 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң қамырымыз тағы да үлпілдеп көтеріліп шықты. Қолымызбен жайып, осылай видеодағыдай етіп кесіп, ортасына салмамызды салып, рулет етіп орап 160 градуста 45 минуттай пісіріп, өзіңіздің пешіңізге байланысты 35-45 минуттың арасында пісіріп аласыздар. Мен бетіне жұмыртқаның сарысы және сүт араластырып жақтым. Булочкаларымыз пісіп шықты. Үстін осылай әртүрлі өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Менің осымен булочкиім дайын. Егер достар, менің осы видеом ұнаған болса, маған подписка жасап, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз.